Саламатсыздар. Бүгінгі біздің НЗМ тұлғаларымыздың кезекті қонағы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлегі Аяулым. Қайырлы күн. Сәлем тағы да. Уақытыңды бөліп келгеніңе рахмет. Біз осыны бағдарламада оқушыларды мотивировать ету үшін Назарбаев зияткерлік мектебіндегі өмірлері туралы, осы Назарбаев зияткерлік мектебінің түлектерімен сөйлесу арқылы жақынырақ танысып жатырмыз. Аяулым, жалпы өзің туралы бізге қысқаша ақпарат беріп кетсең. Қазір не істеп жатырсың? Қандай мақсаттарың бар? Мен Аяулым, Алматы қаласының химия-биологиялық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 2020 түлегі болып табыламын. Қазіргі уақытта Қазақ ұлттық университеті, яғни Әл-Фараби атындағы университетте оқып жатырмын. Бірінші курс студенті, биотехнология мамандығында. Грантта оқып жатырсың ба? Иә. Керемет. Аяулым, былтыр Назарбаев зияткерлік мектебін бітірдің. Енді түскеннен бастап сөйлесек. Не себептен өзің Назарбаев зияткерлік мектебіне түскің келді? Жалпы бұл өте қызық оқиға болды деп санаймын. Себебі басында мен тұратын жерде, Өскемен қаласында орта мектепте оқыдым, 13-ші орта мектебінде. Ол жақта 2014 жылдары Назарбаев мектебі қазіргідей танымал болған жоқ. Сондықтан бұл туралы мен 6-шы сыныптың қысында білдім. Жаңа жыл кезінде менің математикада беретін пән мұғалімім ата-анама айтты, осы Аяулымның потенциалы үлкен, оны Назарбаев мектебіне беріп көрсеңдер қалай деп. Сол кезден бастап мұғалімнің қолдауымен осы Назарбаев мектебін зерттей бастадым. Көбірек білгеннен Назарбаев зияткерлік мектебінің жалпы қандай мүмкіндік беретінін естіп, түсуге шешім қабылдадым. Сөйтіп шешім қабылдадым. Иә. Кейін дайындық басталды. Шыны керек, өкінішке орай дайындығым өте аз болды. Басында білген кезде Назарбаев зияткерлік мектебіне түсемін деген. Жалпы осы официальный сайтына кіріп, ол жерде вступительный экзамендардың үлгісі бар. Сол үлгіні жалпы шығарып алдында өзім дайындала бастадым, жеке басыммен. Ол жақта шыны керек тілдермен бір қарап шыққанымен математика пәніне көп ойымды қойдым. Және де бұл жерде осы математика пәнінің мұғалімі өте көп көмектесті, бірге отырып, талдап. Алайда кейін түскеннен кейін мен мектептерде жалпы дайындық сабақтары бар екенін білдім. Яғни барлық менің сыныптастарым бұл сабақтардан өткен, және де дайындықтары менен енді 10 есе көп болған. Барлығы курсқа барған, сен өз бетіңмен дайындалдың. Сөйтіп түсе алдың. Өте керемет. Қандай пәндерден дайындалдың? Мен математика және 3 тіл, қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын. Осы 3 пәннен дайындалдым. Кейін білесіздер, екінші күнде бізде логикалық кеңістікте ойлау деген экзамендер болады. Бұл жақ енді өкінішке орай дайындалу қатты дайындалғанмен, бұл енді әркім баланың дамуына байланысты. Бұрынғы базаңа байланысты. Дұрыс. Аяулым, сөйтіп Назарбаев зияткерлік мектебіне аман есен түстің. Ары қарай сол сен естіген, сен бағанағы сайттан көрген ақпараттар, жалпы не іш өзіңнің ойыңнан шықты ма? Шыны керек, Назарбаев мектебі мен тіпті ойламаған мүмкіндіктерді ашты. Сондықтан бұл жерде ойымнан шыққаны ол 100% деп есептеймін. Ең алдымен мен шыны керек сонда да Назарбаев зияткерлік мектебінің қандай екені өзім ойымда тіпті болған жоқ. Сырттай білгенмен оның шын мәнінде осы Қазақстанда, біздің елімізде бар екеніне сену қиын болды. Тіпті бір қызық жағдай, 7-ші сыныпта түскен кезде 1 сентябрьде әкеммен бардым. Сол кезде тұрған кезде бірінші қоңырауда мен шыны керек сенбедім. Және де сол осы сенбеу сезімі мені 2 жылдай артынан қалмады. Себебі әрбір жыл сайын ойлайтын, мен бұл мектептен шығып кетем деген күмән болды. Себебі шыны керек бұл жерде бәсекелестік өте жоғары. Өте үлкен дәрежедегі білім, системаға адаптациясы ұзақ уақыт алды сенде. Аяулым, сен бірінші Өскемендегі Назарбаев зияткерлік мектебіне түстің. Алматы қаласындағы мектебін бітірдің. Ол қалай болды? Осы жақтан бір бізге толығырақ айтып берсең. Назарбаев зияткерлік мектебі бүкіл Қазақстан бойынша қазіргі кезде 20 мектеп бар. Яғни біз мемлекеттік мектеп болмағандықтан, яғни біз автономды ұйым болып табылады. Сондықтан мектеп арасында көшу проблемасы туындамайды. Яғни бұл жерде егер отбасылық жағдаймен себептер болатын болса, әрине мектеп арасында көшу өте оңай. Яғни бұл жерде тек қана өтініш толтыру керек. Мысалы Алматы
қаласында негізі өте сұранысы жоғары. Алматы білесіздер, мегаполис, көп оқушылар осында оқығысы келеді. Сондықтан мен жарты жылдай күттім ауысуды. Кейін жарты жыл өткен соң мені қабылдады. Жарты жыл бұрын өтініш жаздың, сөйтіп күттің. Сөйтіп жарты жылдан кейін ауыстыр. Өте керемет. Жатақханада тұрдың ба? Иә, жатақханада тұрдым. Жатақхананың өмірі туралы бізге айтып берсең. Жатақхананың өмірі өте қызық болды. Өмірімдегі бір айтарлықтай қызықты кезеңдер. Себебі ең біріншіден бұл жатақхана шынымен де барлық қолайлы орындар жасалған. Яғни балаға тек қана сабақ оқу ғана қалады. Яғни бұл жерде тіпті уақытылы тамақ, Wi-Fi және де қолайлы орын, сабақ оқитын тыныш жер, барлық кітапхана, кез келген ресурс, ағылшын, орыс, қазақ тіліндегі кітаптардың барлығы тегін беріледі. Яғни оқушыға қалатыны ол берілген барлық білімді қолдана алу. Жалпы мектепте қалай оқыдың өзің? Мектепте жақсы оқыдым. Яғни мен мектепте негізі Назарбаев мектебі тек қана білім ғана бермей, адамның жан-жақты дамуға, яғни тұлға болып қалыптасуына өте үлкен мән қояды. Сондықтан да мен өзімді көбінесе творчество жағынан ашуды жөн көрдім. Өзім бала кезден биге, әнге және де жүргізушілікке құмар болатынмын. Сондықтан Назарбаев мектебіне келіп, би саласын, би өнерін жалғастыруды шештім. Және де Өскемен қаласында, және де Алматы қаласында да би үйірмелеріне қатысып, жүлделі орындарға ие болған. Ол керемет. Тек қана біліммен ғана емес, тек қана таңнан кешке шейін сабақ оқып қана емес, өзіңе ұнайтын хоббиларыңды да одан сайын дамытып, сол мектепті бітіргенде біліммен және де хоббиіңмен де бір жақсы дамытып, дағдымен шығуға мүмкіндік беретін орта деп айта аласың, иә? Бұдан басқа сенің ойыңша Назарбаев зияткерлік мектебінің тағы қандай бір үш артықшылығын айта аласың? Бірінші артықшылығы ол әрине британдық университет Кембридждің системасы бойынша оқытылады. Бұл бірден бір ерекшелігі және үлкен артықшылығы деп есептеймін. Екіншіден, бұл жерде Назарбаев мектебінің балаға беретін қолдауы және де оған жасаған барлық қолайлы жағдай. Яғни біз таңнан кешке дейін білім алғанмен бізге уақытылы 3 уақыт тамақ береді. Яғни барлық бізге демалыс уақыты өзі қойылған. Үшінші артықшылығы ретінде Назарбаев мектебінің әрбір оқушыны тұлға ретінде көріп, және де осы мемлекетте, жалпы әлемде аяғына нық тұратындай тұлға болып қалыптасуына зейін қоятыны артықшылық деп санаймын. Мектептерде өкінішке орай ол жақта бұндай әрбір баланың потенциалын ашу, әрбір бала лидер болуға лайықты деген девиз болмайды, көбінесе біліп жатасыздар. Сондықтан бұл нештің үлкен бір артықшылығы деп есептеймін. Жақсы. Енді мысалы мен оқушымын, Назарбаев мектебінде. Егер де менің сабақтарым нашар болып жатса, математикадан өте қиын болып жатса, осындай кезде оқушымен қандай жұмыстар болады мысалы? Нешта система басқа болғандықтан бұл жерде менің кезімде форматив деген программа бойынша оқыдық системада. Бұл жерде әрбір тақырып өткен сайын бізден бақылау алып отырады. Және де бұл 90-ның ішінде, яғни бір 90 біткенде емес, барлық 90 бойынша тақырыптардан кейін, яғни тестілеу арқылы сен сол тақырыпты меңгердің бе, меңгермедің бе мұғалімге көрініп тұрады. Яғни бұл дегеніміз 4 тақырыпты оқып алып, кейін оның 3-ші тақырыбын түсінбей қалды емес, әрбір тақырыптан кейін оқытушы мен оқушының арасындағы кері байланыс мықты жүріп отырады. Сондықтан егер де оқушы түсінбейтін жағдайлар болып жатса, ол мұғаліммен жеке сабақтар алады, үйге қосымша сабақ алады, және де біздің мұғалімдер әрқашан көмектесуге, қайтадан түсіндіріп беруге дайын. Яғни әр тақырыптан кейін міндетті түрде сол тақырыпты түсіндің ба, түсінбедің ба, аяғына дейін түсінбейінше келесі тақырыпқа өтпейді. Сол себептен де барлығының білімі жоғарғы деңгейде деп айтамыз. Өте жақсы. Айолым, жалпы осы өзінде қандай жетістіктерің бар Назарбаев зияткерлік мектебінің қабырғасында? Мен жалпы өмірде бірден бір жетістігім ол грантты ұтып алған деп санаймын. Қазіргі кезде
осы Қазақстандағы нөмір 1 университет, яғни Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті. Екіншіден, жалпы мектеп қабырғасында өнерге жақын болғандықтан көбінесе би конкурстарына қатысып жүлделі орындар алғам. Сонымен қатар қоғамға көмектеген волонтерстволық айтып жатамыз ғой, сондай жұмыстармен жиі айналыстым. Бізде мектепте әрбір адамды қоғамға пайдасы әкелетін тұлға ретінде, әрқашан қол ұшын соза алатындай адам болуға тәрбиелейді. Жан-жақты болуға. Әрине, сондықтан біз мысалы аутизммен ауыратын балалар үйіне баратынбыз, және де қарттар үйіне, осындай қоғамға пайдасы тигізетін шаралармен айналысатынбыз. TEDx деген бар, яғни біз интернеттен білеміз, сол ютубта кіріп бағанағындай әлемдегі мықты спикерлардың өздерінің ойларымен бөліседі. Назарбаев зияткерлік мектептерінде де осындай TEDx практиковаться етіледі. Өзің осындай TEDx-тарға қатыстың ба? Қандай тақырыптарда сөйлеген моменттерің болды мысалы? Шыны керек, осы TEDx деген программа біздің мектептегі бірден бір қызық және де өте тиімді программалардың бірі деп санаймын. Өзім 8-ші сынып кезінде қатысқанмын. Ол кезде менің тақырыбым сағыздың зияны туралы тақырып қозғадым. Былай қарасаңыздар, ешкімге зияны жоқ. Жай ғана ас қорытуға көмектесетін сағыз біздің шыны керек денсаулығымызға зияны өте көп. Оны әрбір адам біле жатпайды. Сондықтан өзімнің қатарластарыммен жалпы мектеп оқушыларына осы тақырып жайлы айтып сөз қозғаған едім. Статистика бойынша өлімнен кейінгі ең бір қорқыныштардың бірі ол аудитория алдында сөйлеу болып табылады. Сондықтан да бұл жағынан біздің мектеп қорқынышты жеңуге көмектеседі. Әрбір адам, яғни біз лидер деп айтып жатырмыз ғой, әрбір лидер аудитория алдында, көпшіліктің алдында нақты, сенімді сөйлей алу қабілеті бірден бір маңызды. Хоббиіңді дамуға көмектеседі. Халықтың алдында сөйлеуге көмектеседі, және де енді көмек болатын болса, университетке грантқа түстім. Осы жерде мектептегі жалпы система, жүйенің саған қандай көмегі тиеді? Біріншіден, мен осы Назарбаев зияткерлік мектебіне алғысым шексіз. Себебі мен ойымша бұл мүлдем менің білімге деген жалпы көзқарасымды мүлдем өзгертті. Білесіздер, барлығымызға баға маңызды. Яғни бала әрқашанда 5-ке оқуға тырысады, бірақ бұл жерде бағаның артында не жатыр? Білім бар ма, әлде жоқ па деген сұрақтар болады. Себебі бағаны біз көшіріп те ала аламыз, білесіз, немесе көптеген оқушы енді табады ғой амалдарын. Сондықтан бұл жерде бізде Назарбаев мектебі нақты өзіңе не керек? Біріншіден, бұл мен өзім үшін оқып жатырмын. Сондықтан университет кезінде де бұл білім алдымен маған керек болғандықтан, мен барынша білім алуға, мұғалімдерден сұрап, профессорлармен ақылдасуға тырысамын. Екіншіден, бұл жерде біздің жүйеде критерий бойынша жұмыс жасайды. Әрбір сабақта немесе жұмыс жасамас бұрын бізде критерий бар. Яғни, мысалы, айта кетсем, қарапайым тілде ол егер сізге слайд жасау керек болатын болса, бізге нақты береді. Қанша слайд болу керек, ішінде қандай тақырыптар қамтылу керек, нақты дедлайндар бар, барлығы жүйелі орналасқан. Сондықтан да мен жоғарғы оқу орнына барған кезде, жоғарғы оқу орны маған критерий бермесе де, мен өзіме жүйені білгендіктен өз-өзіме критерий құрап, сол бойынша жүре бастаймын. Назарбаев зияткерлік мектептерінің түлектеріне жоғарғы оқу орындарында көзқарас басқаша ма? Иә, шыны керек, бұл өте қатты байқалады. Менің университетінде бізге ерекше қарайды. Себебі осы Назарбаев мектебінің жүйесі мен өзінің статусы барлық Қазақстанға белгілі. Сондықтан бізге көбінесе ақылды, зиялы тұлға ретінде қарайды. Яғни қарапайым студент емес, толық қалыптасқан, кез келген қиын мәселелердің шешім таба білетін тұлға ретінде қарайды. Тағы бір артықшылық. Иә, әрине. Енді аяулым, бұл рубриканы бізде қазір 5-6 сынып оқушылары да қарап жатыр. Осы оқушыларға сен қандай кеңес беретін едің? Дайындалып жатқан, түскің келеді деген оқушыларға бір нақты 3 кеңесің бар ма? Әрине, бірінші кеңесім ол
дәл қазірден бастап дайындықты бастау. Егер сіз қазір осы видеоны көріп отыратын болсаңыз, видео аяқталғаннан кейін өзіңізге жоспар құрып, қалай мен түсем, күніне қанша уақыт бөлсем, маған жеткілікті болады деген. Себебі айтып кеткенімдей, менде дайындығым өте аз болды. Және де мүмкін менің түсіп кеткенім ол бағымның жанғаны болар. Бірақ әрбір адамға, әсіресе қазіргі кезде конкуренция өте жоғары, шыны керек. Қазіргі балаларға қарап мен таң қаламын. Олар өте ақылды, сондықтан да уақытты құрып босқа жібермей, қазірден бастап дайындалу. Екіншіден, сізге көмектесетін мүмкін курстар бар, мүмкін репетитор, яғни барлық мүмкіндіктерді құр жібермей, егер де сізге көмектесетін, яғни бұл жүйені білетін адамдар болса, соларға құлақ асу. Үшіншіден, ешқашан да берілмеу. Мүмкін сіз тақырыпты түсінбей жатасыз, мүмкін қиын болар кейбір кездерде. Мойынсымай, Назарбаев мектебінің беретін мүмкіндіктеріне ұмтылу керек. Айолым, осы университетке түсетін кезде Назарбаев зияткерлік мектебінде де, орта мектепте де барлық оқушылар өздеріне пән таңдау керек. Кейбір оқушылар 11-ші сыныпта, немесе 2 айға алғанда, немесе 10-ші сыныптан да дайындалатын оқушылар бар. Ал жалпы Назарбаев зияткерлік мектебінде осындай дайындық, университетке түсуге деген дайындық қай уақыттан басталады? Қалай жүреді, бізге осы туралы айтып бере аласың ба? Назарбаев мектептерінде 10-шы сынып кезінде біз экзамен тапсырамыз, яғни бұл госэкзаменмен тепе-тең, алайда бұл біздің система бойынша, яғни Кембриджден экзамен тапсырамыз. Бұл деген біздің орта білімімізді нақтылау үшін және де аттестат алу үшін жасалған. Алайда осы 10 сынып аяқталғаннан кейін бізге мектеп таңдап қояды. Әрине 10 класстың басында бізге ескертіліп айтылады, болашақта қандай мамандық иесі болғыларың келеді. Себебі қараңыздар, Назарбаев мектебінде 11-ші және 12-ші сыныпта біз тек қана таңдаған таңдау пән бойынша ғана оқытыламыз. Егер де мен мамандығым биотехнология болатын болса, мен биология және химия пәнін тереңдетіп оқуға таңдау жасаймын. Сол арқылы мен 11-ші және 12-ші сыныптан бастап биология және химия пәнін тереңдетіп оқытылады. Ал мен мамандығыма қатысты емес, ол физика, информатика мысалы пәндері, олар менің сынып кестемнен алынады. Сол арқылы мен уақытты ұтамын. Көбіне университетке дайындалу, осы таңдау пән бойынша білімді тереңдетуге уақытым көбейеді. Өте керемет. Ал көбінесе, мысалы менің уақытымда ол олай болған жоқ. Мен деген мысалы тарих пәнін таңдасам да, мен физиканы да, биологияны да барлығын оқи беретін едім. Олар түбінде кедергі жасайды деп айтсақ болады, толыққанды дайындалуға. Ал Назарбаев мектебінде көп оқушылардың грантқа түсу себебі де, мысалға келетін болсақ, осындай толыққанды дайындыққа уақыт беру, мүмкіндік беру деп те айтсақ болады. Жақсы. Соңғы сұрақ. Why students should study at NIS school? In my opinion, students should study at NIS because they will get great experience. Also, they get a lot of opportunity for adult life, which will really helpful in student life and the further future. And of course, they will get great qualitative education. That's all. Yeah, thank you, Айолым. Рахмет тағы да осылай уақытыңды бөліп келгеніңе. Құрметті оқушылар, ата-аналар, сіздерге бүгінгі біздің рубрикамыз пайдалы болды деген ниеттеміз. Егер де сұрақтарыңыз болса, тағы да өздеріңіздің ойларыңызбен бөліскілеріңіз келсе, астында комментарийда жазып кетсеңіздер болады.